Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Гүлім, және де сіздерде барлығы жақсы деп ойлаймын. Менде барлығы жақсы, сұрап, жағдайымды сұрап, қайда кеттіңіз деп сұрап жатқандарыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Және де біздің әңгімемізді бастамай отырып, мен сіздерге айтарым, сіздерге алдындағы арықтау туралы, интервалды арықтау туралы көп қыздар маған сұрақ берген. Интервалды арықтау ол не, біз дұрыс түсінбедік, көп сұрақтарымыз бар, және де сізде қалай прогресс қалай болып жатыр, немесе басқада WhatsApp арқылы сөйлессек, басқада желілер арқылы сөйлессек деген көптеген ұсыныстар келді маған. Соған ойластырып отырып, мен қазір көп жоқ болған себебім әрине ол семья жағдайымен, жалпы мен 3-ші бала тудым, сондықтан балам бұрынғыдай 40-на дейінгі ұйықтаған балам жоқ. Қазір тақырыбым арықтау кезінде мен арықтау деген видеоның алдындағы тақырыптардың ішінде ең көп сұралған сұрақтардың бәрін өзім дәптерге жазып алдым. Сол туралы тақырыптарды қалай, неге деген сұрақтарға барлығын қазір жауап беруге тырысамын. Мен қыздар туғаныма 6 ай болды бүгін. 8-ші желтоқсанда 6 ай болып отыр. 6 айдың ішінде қалай өзгерістер болды, интервалды арықтауды жалпы мен ұстанып жүрмін ба, сол мәселелерге сіздерге сұрақ жауап бергім келіп жатыр. Мен жалпы туғаннан кейін салмағым 60-тан асқан еді, 65 келі. Туғаннан кейін үйге келіп шамалы жүргеннен кейін 2 айдың ішінде ешқандай диетасыз 61 келіге арықтадым. Одан кейін мен өзімнің жалпы 2 айға дейін арықтау процесі өте тез жүріп жатқанға байланысты шамалы нанды азайттым. Ұнды таңғам емес, тек нанды. Қыздар дұрыс түсініңіздер, тек ұнды тағамдар, мысалы оның ішінде лағман кіреді, жаңағы ет тамақ жоқ, оларды жедім, бірақ тек нанды, лепешка түрінде болса, тоқаш түрінде болса, бауырсақ түрінде болса, немесе кәдімгі төртбұрышты нан ретінде олардың бәрін алып тастадым. Тек қана тағам жеймін, және де басқада тағамдар жеп отырамын. Бірақ нанды азайттым. Сол кезде мен 60-қа түсті, 60-тан кейін тоқтап қалды. Содан кейін интервалды сіздерге айту бойынша интервалды арықтауда 1 аптаның ішінде 3 килограммға азайдым. Интервалды арықтадым. Интервалды арықтау дегеніміз не екен сіздерге білгілеріңіз келсе, менің видеом бар, сода барлығы түсіндірілген. Интервалды арықтау дегеніміз қысқаша айтқанда 16 сағат сіз аузыңызды тиясыз, одан кейін 8 сағат тамақ жейсіз. Тағам жеген кезде әрине 8 сағат бойы аузыңыз тынбай тамақ жесе, ешқандай арықтау туралы айтуға болмайды. Егер сіздер азанда 9-да бастап, мысалы, одан кейін 12-де, одан кейін ең соңғы тағамыңызды 5-те аяқтасаңыз, немесе 6-да аяқтасаңыз, 16 сағат бойы ашықсаңыз, әрине сіз арығуға келесіз. Бұл ашығу түрі қыздар көбінесе қате түсініп жатқан қыздар бар. Бұл тек 1 апта, немесе 2 апта, немесе 1 ай ұстап, одан кейін тастап кететін нәрсе. Жоқ. Егер сіздер интервалды арықтау түрін ұсынсаңыздар, өзіңізге соны таңдасаңыздар, ол арықтау түрі өте оңай. Сіздің ағзаңыз өте үйреніп кетеді соған. 6-дан кейін, 7-ден кейін жемеуге, тағам жемеуге. Қыздар сұрап жатқан бірінші сұрағы ол су ішуге бола ма? Қыздар, әрине су ішуге болады. Оған бір қатал қарамасаңыздар. Егер сіздерде 16 сағат арықтау уақыты, ашығу уақыты 16 сағат болса, болмаса 14 сағат болып қалса, әрине 14 сағаттан кейін қарныңыз ашса тағам жей беріңіз. Егер сіздерде 16 сағаттан көп болып кетсе, 17 сағат, мысалы, жұмыстан үлгермей, әрине ол кезде ол да болады. Сіздер өзіңіздің графикке, өзіңіздің өміріңізге соны
адаптировать етіп аласыздар, өзіңіздің өміріңізге ыңғайландырып аласыздар. Сондықтан сол сұрақтарды су ішуге болады, шай ішуге болады, бірақ қантсыз ішу керек. Қант дегеніміз инсулиннің көбеюіне әкеледі. Инсулин дегеніміз ол біздің қант арқылы ол барлық ағзамызға жиналатын май. Сондықтан егер жейтін болсаңыздар, су немесе шайды ішуге болады. Негізі 3 рет күнде тамақ ішу керек. Интервалды арықтау кезде нанды жеуге бола ма деген сұрақ бар. Ол нанды сіздер өзіңіздер білесіз. Интервалды арықтауда ешқандай сіздерге нан жеуге болады, жеуге болмайды деген сіздерде мен ұсыныс айта алмаймын. Өзіңіз не жегіңіз келе соны жейсіз. Бірақ 3 рет күніне, азанда, түсте, кешке қарай болды. Сонымен кешке 6-да тоясыз да, содан кейін тамақтанбайсыз азанға дейін. Азанда 9-да, 10-да өзіңіз білгенше тағы да таңғы асыңызды жесеңіз болады. Өте оңай, арықтаудың оңай түрі. Осы арықтауда мен бір аптада 57 келіге дейін түстім. Одан кейін мен интервалды арықтауда мен сіздерге айттым, мен қазірде баламды омыраумен емізетін болғасын қатты ұстай алмадым. Кейбір кезде маған сүт керек болды, сондықтан кешке қарай мен шай ішкен түрім бар. Егер сіздер еміземейтін әйел болсаңыздар, егер ондай сіздерде керек емес болса, әрине сіздер оның бәрін азайтасыз. Мен кейбір кезде бөліп кешке қарай сүт болсын деп каша жеген, жеңіл желпі бір тамақ жейтін 9-зарда кешкі. Сондықтан соның өзінде де 57-ге арықтадым. Одан кейін мен ұстанып жүрдім. Енді қазір ең соңғы қазіргі салмағым 56 килограмм. 55-ке дейін арықтаймын деп сіздерге сөз бердім. Олай арықтай алмадым. Неге? Өйткені мен 55-ке дейін арықтаған кезде менде әлсіздік пайда болды. Шамал әлсіз. Өзім бұл салмақта өзімді жайсыз сезіндім. Өйткені менің салмағым 1,72 салмақ. Бойым, кешіріңіздер, бойым 1,72, салмағым 55 болса, менің бойыма сәйкес келмейді. Мен қатты арықтап кететін болдым. Сондықтан 56 келіде қазір өте өзімді жақсы сезінемін. Сондықтан қыздар, сіздерге сұрақтарыңыздың бірі сол арықтау қалай сізде болып жатыр деген. Менің қазіргі салмағым 56. Енді келесі жаңағы мен айттым, жұмысқа баратын қыздар азанда 9-да жұмысқа барып тамағымды оразамды ашсам болады ма деп айтып жатыр. Әрине, қыздар, болады. Оразаға ұқсайды деген сұрақтар бар. Қыздар, оразаға ұқсайды, иә. Бірақ оразада сіздер ойлаңыздар, су ішуге болмайды ғой. Сізде аузыңызды жапқыңыз, суда, түкірігіңізде жұтуға болмайды деген әңгімелер бар. Оразада өте қатал. Бұл ораза емес, әрине оразаға ұқсайды, бірақ ораза емес. Оразада сіз керісінше күні бойы тамақ ішпейсіз ғой. Бұда керісінше күні бойы сіз тамақ ішесіз, кешке қарай ұйықтатын кезде ағзаны шамал алдауға болады да. Шамал 6-дан кейін 9-10-ға дейін күтіп, онда ұйықтап қаласыз, азанға шейін ұйықтайсыз, қарны ашу процесі болмайды, азанда тұрып тамағыңызды ішесіз. Өте оңай тұр деген сол себептен. Неге арықтауым тоқтап қалды дейді. Мысалы, бір аптадан кейін 1-2 келі кетті, одан кейін неге тоқтап қалды? Қыздар, ондай сізде арықтауыңыз тоқтап қалса, көп себептерге байланысты. Ол әркімнің организм әртүрлі. Кейбір қыздар бар, не жесе де, мысалы, көп үлкен порция жейтін болса да, оның үстіне нан жеп алады, оның үстіне тағы тәттілер жеп алады, одан арық немесе дым толмайтын қыздар болады. Ол өзінің ағзасына байланысты. Ал кейбір қыздар болады, өте аз жейді, өзінің толық екенін біледі, өте аз жесе де тез барлығын салмағын жинап алады. Әр типке байланысты, әйелдің типіне байланысты, ағзасына байланысты. Көбінесе ол кезде зат алмасуға байланысты. Зат алмасу егер сіздерде жай болса, өмір бақи, ол сондай ағзалар бар. Ол зат алмасу, ол әртүрлі нәрселерге байланысты. Сіздің ағзаңызға, сіздің жай күйіңізге, сіздің қалай көбінесе үйде жүресіз ба, көп жүресіз ба, аз жүресіз ба, динамикасына байланысты. Және де ағзасына байланысты. Өйткені ол зат алмасу
тікелей қалқанша безге байланысты. Қалқанша бездің біздер мына жақта орналасқан білеміз. Оның жұмысы тікелей жаңағы зат алмасу, арықтауға байланысты. Егер көбінесе қазақта жалпақ тілмен зоб деп атайды. Зоб егер сіздерде болса, егер сізде гормон, тироксин гормоны, Т4, Т3 гормоны немесе ТТГ гормондарының функциясы нашар болса, сіздерде көбінесе арықтауға өте қиын болады. Өйткені дәл сол гормон, осы гормонымыз кішкентай қалқанша бесі бөлінетін гормон, ол біздің арықтауымызға жалпы жауап береді. Сондықтан бұл гормон арқылы сіздер арықтай алмайсыздар көбінесе, егер осы гормонның жұмысы бұзылған болса. Жалпы осы зоб туралы сіздерге видео керек болса, мен түсірейін сіздерге. Қалқанша бездің жалпы жұмысы, қалай оны жақсартамыз, йод керек па, керек емес деген көп жалпы бөлек видеоға арналған тақырып бар. Егер керек болса, лайк қойыңыздар. Және де осы видеоның соңына дейін жалпы көріңіздер, сіздерге қоятын бір сұрағым бар. Сіздерден бір сұрағым келіп тұр, менің көрермендерім ретінде. Және де ең соңғы сұрақ, интервалды арықтауда не жеуге болады деген сұрақ. Интервалды арықтауда әрине, егер сіздер кето-диетамен араластырмайтын болсаңыздар, жалпы тағы да кето-диета деген не екенін, жалпы кетогенді диета, кетоз деген не екенін білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылыңыздар. Және де сол тақырыпты керек болса, мен видео түсірейін. Интервалды арықтауда, егер сіз тек интервалды арықтауды ұстанатын болсаңыздар, сіздерге көбінесе қыздар кез келген нәрсені жеуге болады. Бірақ сіздер мысалы отырып көрдіңіздер, интервалды арықтауда 1 апта отырдыңыздар, 2 апта отырдыңыздар, сіздерде ешқандай өзгеріс жоқ. Арықтаған жоқсыздар, толықтаған сол күйінше болса, әрине сіздер өзіңіздің калорияңызды азайтасыз. Ол дегеніңіз, сіз интервалды арықтаудың өзінде де сізге көмектеспейді, оған үстіне тағы да нагрузка керек деген нәрсе. Ол жүру түрінде немесе физикалық сізге жүктеме керек спорт ретінде, немесе сізге жалпы жаңағы ұнды тамақтарды ең арықтаудың бір тежейтін ең үлкен проблемасы ол тәтті мен ұнды тағамдар. Ол тағамдар көбінесе біздің қазақ ұлтындағы, жалпы осы түрік ұлтындағы барлық тағамдардың бәрі ұнмен, тәттімен араласқан. Сондықтан біздің тағамдар ең жаңағы толықтауға келетін тағамдар десек те болады. Сондықтан қыздар, егер сіздерге қандай тағаммен күнделікті жеймін, соның бәрін видео керек болса, оны да түсірейін сіздерге. Жаңағы сұраққа жауап берсем, интервалды арықтаудың өзін ғана ұстанатын болсаңыздар, кез келген нәрсе жеуге болады. Сіз өзіңіздің жалпы жағдайыңызға қарайсыз. Егер сізде жалпы 3 рет күнде жейсіз, азанда мысалы айтсақ, 10-да бастайсыз, тамағыңызды жеп, 10 кашадан тұрады, бір үзім наннан тұрады, одан кейін қасында қарапайым адамның тамағын айтамын да, жаңағы шайдан тұратын болса, жаңағы қасына мысалы финик дейміз, финик қосатын, құрманы қосатын болсамыз, барлығын жеген кезде, одан кейін түсте жалпы немесе 5 үзім манты, одан кейін қасына айран деп айтайық. Айран қасына кішкентай салат. Капустадан салат болса, қыстық салаттар неше түрлісі бар. Одан кейін кешке қарай жаңағы сорпа немесе соның өзінде сіз арықтамайтын болсаңыз, осыдан кейін ештеңе жемейсіз, мысалы. Одан кейін арықтамайтын болсаңыз, әрине сізге калоражды азайту керек. Егер осы арықтау түрі сіздерге ыңғайлы болса, бір қыздар бар маған, мен күшті нәтиже беріп жатыр. Бір аптаның ішінде мен 5 келіге арықтадым. Бір аптаның ішінде 2,5 келіге арықтадым. Мен ондай арықтау түрі күшті ғой, мынау ештеңе жасамай-ақ деген қыздар бар. Кейбір қыздар арықтай алмай жатырмын, ұстанып жатырмын. Мен 7-ден кейін, 6-дан кейін тамақ ішпедім. Ендігі күнге дейін, бірақ ешқандай эффект болмады деген қыздарға шамал тағамдарыңызды қарастырыңыздар. Ұнды азайтыңыздар, тәттіні азайтыңыздар. Солай жасап көріңіздер. Сол кезде мүмкін сіздерге көмектеседі. Ал ол болмаса, денсаулығыңызға бір қараңыз. Мүмкін сізде ас қорыту жүйесінде, мүмкін сізде жаңағы айтпақшы қалқанша безінде бір ауытқулар бар. Сондықтан соған қарау керек қыздар. Ал осы видео осымен бітті. Қыздар, сіздерге соңында бір сіздерге өтініш бар. Сіздерге көбінесе қыздар менен сұрап жатқаны, гүлім, сізбен хабарласқым келеді, сіздер номерлеріңізді беріп жатасыздар, WhatsApp-пен хабарласайыңыз деп. Немесе
немесе WhatsApp-тан бір группа ашайық деп. Қыздар, сіздерге мен өзімнің инстаграмыма шақырамын. Мен ойымша осы дұрыс деген ойындамын. Мен бұл жаққа өйткені өзім көп отырмаймын, инстаграм көп отырмаймын емес, шынымды айтсам, менде инстаграм приложениесі жоқ соткамда. Қазір енді жүктейтін боламын, және де осы Гүлім Маратқызы атында отыратын боламын. Неге? Өйткені көп адам жиналып жатыр, көп адам ұсыныстар жасап жатыр. Неге бір ютубтан басқа әлеуметтік желілерде жоқсыз? Сізбен мен тікелей сөйлескім келеді, немесе сізбен жақын араласқым келеді деген. Осы инстаграм арқылы менің ойымша көбінесе жақын сөйлесуге болады. Директ арқылы, немесе мен бір сурет салып, астында комментарийда сөйлесу өте оңай. Өйткені жаңағы ютубтың комментарийларды, әр видеоны әр астында комментарийлар арқылы сөйлесу өте қиын. Өйткені бір видеоның астында 100 шақты комментарий, басқан видеоның астында одан көп. Сондықтан барлық комментарийлардан қайсына жауап беретінін білмейсің. Сондықтан сіздерге Гүлім Маратқызы деген мен инстаграм бар, соған жазылыңыздар. Сол жақта бір-бірімізбен жақын сөйлесетін боламыз. Сондай ойға келіп отырмын. Қыздар, болған сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Бәріңізге сұрақтарға жауап беремін. Егер қайталанып жатса, әрине басқа комментарийларды оқыңыздар. Сол кезде лайк басыңыздар. Сол комментарийға мен жауап беріп отырамын. Қыздар, лайк басыңыздар, және де келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Пока.